Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Арайлым. Бүгін мен сіздерге кешкі асқа, түскі асқа арналған өте оңай жасалынатын фрикаделькилардың рецептісін ұсынамын. Фрикаделькилар өте ерекше жасалынады. Дәл осы рецепті толықтай көру үшін видеомды соңына дейін қараңыздар. Бүгін сіздермен фрикаделькидің екінші рет рецептісін түсірейін деп жатырмын. Осы рецепті маған өте қатты ұнады. Қазір жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен бізге осындай 400 немесе 500 грамдық тартылған ет қажет болады. Менде бұл тартылған ет шамамен 500 грамдай. Барынша майдалап туралған бізге пияз қажет болады. Пиязды мен осылай барынша майдалап турап алдым. Енді бізге панировочный сухарики қажет болады. Шамамен 3 немесе 4 ас қасықтай. Яғни бұл бізде үгітілген нан кез келген дүкеннен сатып алуларыңызға болады. Оның үстіне 4 немесе 5 ас қасықтай біздің сүтімізді құятын боламыз. Екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Енді біздің тартылған етіміздің үстіне салатын боламыз. Бір жұмыртқа қажет болады. Дәміне қарай тұз қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Қара бұрыштың яғни ұнтақталған түрі. Енді барлығын жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей, біз тартылған етімізді осы ыдысымызға салып ұратын боламыз. Сол кезде біздің тартылған етіміз бір-біріне жақсы жабысып дөңгеленетін болады. Енді біз противенге пергамент бумагасын төсейтін боламыз. Оның үстіне біздің дайындаған тартылған етімізді осылай домалақтайтын боламыз. Барлығын домалақтап тізіп шығатын боламыз. Менде 14 данадай шықты. Енді осы жерде алдын ала яғни пештеріңізді қыздырып қоюларыңызға болады шамамен 10 минутқа. Мен барлығын дөңгелектеп болдым. Енді қызып тұрған пешке 180 градусқа шамамен 20 минуттай пісіретін боламыз алдын ала. Енді бізге қызанақтар қажет болады. Қызанақтардан менде 3 данасы ғана қолдандым. Осындай 3 данасын әрқайсысын пышақпен алдын ала ортасынан осылай кішкене мөлшерде ғана бөліп алатын боламын. Сол кезде ашығанда өте ыңғайлы болады. Енді қайнап тұрған ыстық суды, яғни кипятокты үстіне құятын боламыз. Шамамен 10 минутқа қалдырамыз. Енді табаға қуыратын ингредиенттер дайындаймыз. Алдын ала осылай пиязды турап алдым. 4 бұрышты майдалап. Табамызға алдын ала сұйық май құйып қыздырып алдым. Оның үстіне біздің турап алған пиязымызды саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Оның үстіне біздің сарымсағымызды саламыз. 2 бас сарымсақ қажет болады бізге. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мен енді маринованный перец қосатын болам, яғни қызыл бұрыштарды, осындай лечо деп аталатын арнайы, яғни қызыл бұрыштардың маринованный түрін қосатын болам. Өте дәмді болады. Сіздерге де кеңес берем, осыны дүкендерден алуға, кез келген дүкенде сатылады. Енді барлығын жақсылап тағы да араластырамыз. Шамамен 2 ас қасықтай қостым. Енді бетін крышкасымен жауып, 5-10 минутқа қуыратын боламыз. Енді помидорларымыз болды. Оның суын төгіп тастап, помидорларымыздың сыртын ашатын боламыз. Бағана сіздерге айтып өткендей, помидорларымыздың сырты өте оңай ашылады. Енді осындай блендердің көмегімен алдын ала езіп алатын боламын. Яғни помидорлардан біз
пюре жасайтын боламыз. Міне бізде томатный соус дайын болды. Сонымен қатар пеште піскен фрикаделькилар да дайын болды 20 минуттың ішінде. Енді крышкасын ашып, осыған біздің томатный соусты құятын боламыз. Жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Томат пастасының қышқыл дәмі болмас үшін жарты шай қасық қант қостым. Енді біртіндеп біздің піскен фрикаделькиларды салып шығатын боламыз. Енді бетін жауып, орташа отта біз 20 минуттай пісіретін боламыз. 20 минут өтті, біздің фрикаделькилар дайын болды, енді оттан аламыз. Осы жерде алдын-алы сливкиларыңызды, яғни микроволновкаға жылытып алып, жылған сливкиді ғана құямыз. Егер суықтай құятын болсаңыздар, еріп кетуі мүмкін. Сливки кез келген пайыздық мөлшерлемесін қосуларыңызға болады. Мендегі пайыздық мөлшерлеме 20% қазіргі уақытта. Сонымен қатар, яғни әсемдік беру үшін мен осындай петрушкаларды бетіне сеуіп шығатын боламын. Міне достар, осымен біздің фрикаделькилар дайын болды. Кешкі асқа, түскі асқа өте жақсы үйлеседі. Жасап көруге кеңес беремін. Егер достар, сіздер видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, онда міндетті түрде каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер жаңа оқырман болсаңыз, подписаться деген нүктені басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сол кезде алдағы жаңа шыққан видеолардың барлығын бірінші болып көретін боласыздар. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған Арайлым. Келесі рецептте кездескенше сау болыңыздар.